сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аялың, сіздермен бірге тағы да мен. Достар, бүгінгі видео бізде менің жыныма тиетін заттар. Бесит. И вот, достар, біз қазір именно осы менің жыныма тиетін заттар туралы сөйлесетін боламыз. Именно мені ашуландыратын, менің жыныма тиетін ең бірінші зат, ол всегда андайда, ұйқы проблемасы да. Қараңыздар, типа андайда. Сен именно сабаққа баратын кезде неге екенін білмеймін, тұрғың келмейді да. Чтоб ұйқың келмейді, тұрғың келмейді да, андай боласың да. Будильник шырылдайды, сен оны өшіресің, уже ұйқың келеді да, спать хочу деп тұрасың да. А вот именно демалыс күні сен прям ерте оянып аласың. Менің өзімде сондай бар, сіздерде қалай екенін білмеймін, бірақ именно демалыс күні мен сол сабаққа баратын уақытта оянып аламын да жатамын. И наоборот болып кетеді да бәрі. Мен түсінмеймін да сол нәрсені. Сіздерде сондай бола ма білмеймін, болады шығар мүмкін, бірақ менде именно сондай нәрсе. И екінші, ол менде андай болады ғой, типа сенің сыныптастарыңның өтпейтін әзілдері да. Осы нәрсе мені прям бесит. Андай да, сені біреумен шекпелетеді біріншіден. Екіншіден, сені андай бір нәрсеге дейін қандай бір өтпейтін әзілдері болады да, бір нәрселерді айта береді. Сондай нәрселер маған уже бесит. Хотя прикол көтеретін адамдарға бұл нормально шығар. И сосын андай болады ғой, андай ше, типа қалай десем екен, сен мысалға интернеттен бір нәрсе көргің келеді да, маңызды да, ол то сабақ болсын, то бір нәрсе болсын, интернет именно слабый түрде болып қалады да, істемей қалады ғой. Вот сол нәрсе маған прям бесит. Енді көп адамдар дорама, сіздер білесіздер ғой, мен дорама көремін. И сол дораманы мен часто көремін ғой. Сол кезде, типа, сен дораманы көрек келеді, телеграмнан, мен өз басым телеграмнан көремін. Кейбір адамдар гуглдан көреді, кейбіреулер ютубтан көреді. Сол мен телеграмнан көрген кезде, мысалға, дораманы ашып қоясың. Вот ашқаннан кейін менде бір проблема болады, ол дорама до конца ашылмай көрсетпейді да. Типа, до конца аш, сосын көрсетеміз, или сен до конца ашып қоясың, и ол где-то бір сағаттардан кейін жабылып қалады да. Вот осы нәрсе маған бесит болған прям. Келесі ол еще андай бір нәрсе болады ғой. Сен мысалға бір нәрсе бастағың келеді да енді. Например, мен андай би бастағым келеді, например, ән айтып бастағым келеді, или бір хобби бастағым келеді. Әйтеуір бір нәрсе бастағым келеді. Сол нәрсені бастайтын кезде сенде именно желание болмай қалады ғой. Сен именно пландаған күні. Сосын сен оны аласың да, ертең дей саласың. Давай ертең. Қазір емес, сосын ертең болған кезде тағы ертең дейсің. Вот осы нәрсе прям маған бесит. Сонда ертең болса, қай кезде мен жасай аламын ол нәрсені. Еще андай болады ғой, мұғалімдер именно сен киініп жүресің да, енді стильно киінесің, андай бір стиль қосқың келеді. Сондай бір күшті болып киініп жүрген кезде именно кеп саған тиіседі ғой. Болмайды бұлай киме, былай киме, мектептің заңы, мектептің тәртібі, мектептің ережесі. Осы кезде прям маған бесит болады. Келесі ол менде андай болады ғой. Сен телефонды аласың да, зарядкаға қоясың. И сосын оны зарядкаға қойғаннан кейін ол то құлап ажырап жатады, ол то зарядкаға соғылмай қалады, ол то дұрыс тимей қалады да. И анау деген сен ойлайсың, типа, зарядталып жатыр телефон деп, кайфпен жұмыс істеп, андай бір нәрсе сабақ оқисың, әйтеуір, то бір нәрсе істеп жүресің, әйтеуір. Прогулка істеп жүресің. И келген кезде телефоның 0 болып тұрады ғой, понимаете? Жаңа қойып кеткен зарядкаңнан да төмен болып тұрады ғой. Сол кез прям бесит ғой. Еще тағы андай нәрсе бар. Қараңыздар, мысалға наушник аласың. Наушник та енді, шын норм. Сол наушниктің сен енді қолданасың, оны қолданып жүргеннен кейін почему-то именно бір жағы істемей қалады ғой. Не работает болып қалады, именно бір жағы. Или мен түсінбеймін, или бір жағын именно слабый қылып жасап қояды, или хотя екеуі де бірдей істейді. Но только бір жағына істеп тұрады да, именно бір жағын, хотя біз үзіп аламыз, или бір жағы слабый болып келеді, әйтеуір именно бір жағы істемей қалады. Сол маған прям бесит. Вот енді келесі ол, мысалға, сен ерте жатайын дейсің да, и ана жерде сен вообще жата алмайсың, понимаете? Мүлде ұйқың келмейді да. Сосын сен өзіңді телефон көруге заставить етесің. Вот. Осындай нәрсе маған бесит, прям ерте жатып ұйықтайын десең, мүлде ұйқың келмейді ғой. И самый последний, это мынандай да. Какой-то болмайтын адамдар саған мнение айтқысы келеді да. Давай істемей қой, давай
андай, давай керек емес, давай анау. Сіздерге айтатыным, типа, енді сіздерге емес, маған сол нәрсе бесит да. Олар ойлайды, адамдар ойлайды да, что сен сол нәрсені тыңдайсың, сен типа соның айтқанын істей саласың, саған типа оған сенің нең қызық деп ойлайды да. На самом деле маған прям бесит болған сонша, маған ешкім ой қызық емес. Мен өзім не қылайын соны жасаймын да. Сондай нәрселер маған бесит, адамдардың шынайы өмірде болсын, былай болсын, интернетте болсын айтатын сөздері. Прям типа саған ақыл үйреткілер келеді да. Типа өздерін тыңдайды деп ойлайды. А на самом деле маған ешкімнің ойы маңызды емес. Ешкімнің ойына мен қарамаймын, так что сондай нәрселер маған прям бесит да. И поэтому мен осыған қосуды жөн көрдім. Сонымен достар, бүгінгі менің видеом аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Аял Wings. Достар, егер де бұл видео ұнаса, маған лайк басып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздерге тағы да не бесит? Сіздер негізі айтылмаған нәрсе өте көп, но мен только 10 нәрсені айттым. На самом деле өте көп қой. Мысалға саған видео түсірген кезде мешать етуі, бір нәрсенің дұрыс болмай қалуы өте көп негізі бесит болатын дүниелер. И сонымен сіздердің де ойларыңыз маған қызық, сіздерге не бесит, тағы қандай жизалар бар, соны айтып кетіңіздер, жазып кетіңіздер. Тағы да менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдыда мен әлі көптеген видеолар шығаруға тырысамын. И так что, ребята, кездескенше.